Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Кәмшат арнама қош келіңіздер. Бүгін өте оңай жасалынатын безе печеньесінің рецептімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады, тез жасалынады, әрі тез желінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнамнан алыстамай видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен безе печеньесіне ерекше дәм беретін осындай дәндерімізді, миндальный слайсыны алдым. Осы дәнегімізді пешке салып қыздырып алатын боламыз. Сіздер өзіңіз қалаған дәнді қолдансаңыз болады. Ақуыздың үстіне шым-шым тұзымызды қосып, миксердің көмегімен көпіршітіп аламыз. Ақуызымыз осылай ағара бастаған сәтте үстінен қант тұнтағын бірте-бірте бірнеше бөлікке бөліп қосатын боламыз. Егер сізде қант тұнтағы болмаса, қанттың ұсақ түрін қолдансаңыз да болады. Қант ірі болатын болса, езілмей, ол көрініп тұруы мүмкін. Сондықтан қанттың ұсақтығына мән бергеніңіз жөн. Нәтижесінде бізде осындай өз формасын ұстайтын масса пайда болуы қажет. Дайын болған массамыздың үстіне қуырылған дәндерімізді салып, жақсылап лопатканың көмегімен араластырамыз. Пергамент қағазы төселген пешіміздің формасына бірден осылай қасықтың көмегімен печеньелеріміздің формасын жасап салып шығатын боламыз. Барлығын осылай салып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 120 градустағы пешімізге 30-35 минут қоятын боламыз. Міне біздің беземіз дайын болды. Бұл жерде бір ескеретін нәрсе, безе піскеннен кейін толықтай суығанын күтіп барып қана алу қажет. Бірден ыстық күйінде пергаменттен босатуға болмайды. Егер сіз безе печеньесінің ортасы әбден құрғақ, сухой болғанын қаласаңыз, градусын төмендетіп, ұзағырақ ұстасаңыз болады. Менде өте қатты кептірмедім. 35 минутта менде іші ылғалды безе печеньесі болып шықты. Өте дәмді болып шығады, балаларыңызға ұнайтыны анық. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қош, сау болыңыздар.